Сәлем достар, сіздермен Айданка Серікбаева. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай керемет пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған сковородкаға осылай қант ұнтағын салып, оттың астын жай қойып, осылай жиі араластыра тұра ерітіп аласыздар. Міне осылай карамельді түске еніп, әдемі болып еру қажет. Содан соң оттың астын өшіріп, сары майымызды салып, тағы да екеуін бірге араластырамыз. Одан кейін пергамент қағаз төселген формамызға жаңағы дайындап алған біздің сиропымыз десек те болады. Соны құямыз. Барлығын шет-шетіне жайып, тегістейтін боламыз. Одан кейін екі бананды осылай тазалап, ортасынан бөлеміз екіге. Дайындап алған бананымызды осы формамызға салып шығамыз. Мен шет-шетіне ғана бананды салып, ортасына мандарин саламын. Егер сіздерде мандарин болмаса, тек қана бананмен барлық форманы толтырып шықсаңыздар да болады. Егер де банан, мандаринді салғыларыңыз келмесе, алма болсын, кез келген жемісті салсаңыздар болады. Енді бисквитін дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға қантымызды және де ванильді қантымызды аздап шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сметана саламыз. Және де күнбағыс майын құямыз. Күнбағыс майы иіссіз болуы қажет. Одан кейін қажет ұнымыздың үстіне қопсытқышты салып, жаңағы массамыздың үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды 2-3 бөліп салған дұрыс. Негізі миксермен араластырсаңыздар да болады. Міне ұнымыздың қалған бөлігін салып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын бола бастағанда тағы да аздап сүт қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Біздің қамырымыз осылай әдемі болып ағуы қажет. Одан кейін формамызға құйып, бетін тегістейміз. Духовкада 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің бисквитіміз әдемі, сочный болуы үшін осылай астына су құямыз, қайнаған су. Сол кезде духовканың ішінде өз буына өзі керемет болып піседі. Міне қараңыздар, түрі не деген әдемі. Дәмін енді айтпасам да сіздер сезіп тұрған шығарсыздар. Дәмі өте керемет, супер. Дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Дәл осындай рецепт бойынша мен пирогты алғаш рет жасауым. Біздің отбасымызға бұл пирог өте қатты ұнады. Сол себепті сіздерге де жасап көруге кеңес береміз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маңызды.